Бисмилля, вассалату вассалам аля расулилля. Жалпы дінімізде тәубе деген үлкен құндылық бар. Тәубе құл мен Раббысының арасындағы дұға десек болады. Құран-ы Кәрімде көптеген аяттарда мүминдерді Алла Тағала тәубе етуге шақырады. Өйткені жер бетінде қатесіз, кемшіліксіз адамзат баласы болмайды. Әркімнің өзінің деңгейіне қарай күнәсі, қатесі, кемшілігі болады. Бірақ мұсылман адам сол қатесіне, жасаған күнәсіне өкініп тәубе ететін болса, кешірім сұрайтын болса, истиғфар ететін болса, Алла оның тәубесін қабыл етеді, кешіреді. Мейлі қандай күнә болса да Алла оны кешіреді. Өйткені Алла Тағала күллі күнәні кешіруші зат. Құран-ы Кәрімде көптеген аяттарда былай деп келеді: «Ватубу илаллахи жамиан, лааллакум туфлихун». Түп-түгел баршаларың тәубе етіңдер, Алла тәубені қабыл етеді. Лааллакум туфлихун, бәлкім құтыларсыңдар. Неден? Яғни азаптан, қиыншылықтан, қорқыныштан құтыларсыңдар дейді. Және де басқа бір аяттарда: «Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха». Яғни, ей иман кеткендер, Аллаға шынайы түрде тәубе етіңдер. Яғни, тек қана тілмен емес, шынайы жүрекпен, шынайы ықыласпен кешірім сұрап истиғфар ететін болса, Алла оның дұғасын қабыл етеді. Енді күнә жасау деген не нәрсе? Тәубе деген не нәрсе? Осыған бір тоқтала кетейік. Күнә бұл құл Раббысының бұйрығына қарсы келіп қою. Немесе Раббысының жаса деген нәрсесін жасамау, істемеу. Міне, сондықтан күнә деген осы болатын болса, ал енді тәубе деген сол Раббысына қарсы келіп қойғандығы үшін Алладан шынайы түрде кешірім сұрау, истиғфар ету. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі күніне 70 мәрте, кейбір хадистерде 100 мәрте тәубе ететін деп айтады. Яғни күніне 70 немесе 100 рет истиғфар Алладан сұрайтын еді деп хадистерде келеді. Енді бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жәбірейіл періште келеді. «Я Мұхаммад, Алланың саған сәлемі бар» дейді. Үмбетіңнен, сенің үмбетіңнен кім өлімнен алдан 1 жыл бұрын тәубе ететін болса, Алла оның тәубесін қабыл етеді, күнәсін кешіреді деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейілге: «Я Жәбірейіл, үмбетім үшін 1 жыл уақыт көп, қапы қалып, күнәні тәубесіз өмірден өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін 1 жыл уақыт көп» деді. Бірнеше уақыттан кейін Жәбірейіл періште қайта келіп: «Я Мұхаммед, үмбетіңнен кім 1 ай бұрын тәубе ететін болса, Алла тәубесін қабыл етеді» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Және тәубесі қабыл етеді. Және Алла Тағала риуаят хадисінің жалғасында кім үмбет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбетінен 1 сағат бұрын өлім алдын тәубе ететін болса, Алла оның тәубесін қабыл етеді» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Және, ей Жәбірейіл, бұл да көп уақыт» деді. Сонда Жәбірейіл періште 3-ші рет қайта келіп: «Я Мұхаммад, Алланың саған сәлемі бар. Сенің үмбетінен кім 1 жыл бұрын, 1 ай бұрын, 1 сағат бұрын, тіпті өлім аузында жатса да тәубе ететін болса, Алла оның тәубесін, ықыласын қабыл етеді» деп айтты. Шынайы түрде жасаған тәубесін Алла қабыл етеді деп хадисте келеді. Енді осы хадиске сай және де бір оқиға бар. Хазірет Омар радиаллаху анху Мәдина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен бір кісінің үйіне келеді.
келсе, бір ансари кісі өлім аузында жатқан екен үйде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірденен: ей пәленше, тәубе ет дейді. Әлгі кісі тіліменен истиғфар айта алмай, жаңағы көзін жұмған күйде басын аспанға қарап изеп қана қояды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы болған дүниеге жымиып қарайды, жымияды. Пайғамбарымыз күледі, күлімсірейді. Кейін Хазірет Омар радиаллаху анху: я Расулаллах, не үшін күлімсіредіңіз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: я Омар, әлгі кісі тіліменен Алладан кешірім сұрай алмады, бірақ шынайы ықыласыменен, жан дүниесіменен Алладан кешірім сұрады дейді. Сонда Алла Тағала оның күнәсін кешіріп, бүткіл періштелерге: ей періштелер, жер бетіндегі пәленше қолым маған тіліменен истиғфар, тәубе етпесе де, оның жүрегімен жасалған тәубесін қабыл еттім, сендер де куә болыңдар деді. Міне мен осы кезде қатты қуандым дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді қадірлі ағайын, біз мына нәрсеге алданып қалмауымыз керек. Тәубе ететін уақыт көп, кешірім сұрайтын уақыт көп. Сондықтан қазір жас кезімізде ішіп жеп күліп ойнап қалайық дейтіндер бар ғой. Әрине бұл дұрыс емес. Өйткені Құран-ы Кәрим хәләкәл мусауафуна деп келеді. Мусауафундар хәләк болды, олар өлді, азапқа душар болды дейді. Ал енді мусауафун кім деген кезде, мусауафундар жаңағы өзін өз алдайтындар. Қалай? Мен пәлен жасқа келгеннен кейін намаз оқимын, пәлен жасқа келгеннен кейін ораза ұстаймын, немесе пенсияға шыққаннан кейін намаз оқып тәубемді, құлшылығымды сол кезде жасаймын дейді. Міне мусауафун, міне осылар. Хәләкәл мусауафун, мусауафундар хәләк болды дейді. Сөйтіп ол жаңағы іблістің шырмауында қалып қояды екен да. Ібліс соған дүниені жылтыратып көрсетіп, соңында ол адам тәубеге келе алмай, бәлкім өмірден өтіп кетуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы нәрседен бізді де сақтану керектігін бізге бірнеше хадистерде ескертеді. Сондықтан мұсылман адам осы дүниеде, қадірлі бауырлар, қандай жағдай болса да, рас қате кемшіліксіз адамзат баласы болмайды. Бірақ сол күнәсіне шынайы түрде тәубе ететін болса, Алла олардың тәубесін қабыл етеді. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Муъминун сүресінде айтады: қад афлахал муъминун. Расында муъминдер құтылды дейді. Неден құтылды? Тозақтан құтылды. Ал енді олар кімдер? Қандай муъминдер? Намазына шынайы болған муъминдер. Ол жерде аятта жаңағы рукуын дұрыс жасаушылар, немесе сәждесін дұрыс жасағандар деген жоқ. Шынайы ықыласыменен, жан дүниесіменен, ниетіменен қол егер сәжде қылатын болса, намаз оқитын болса, міне осылар құтылды дейді. Аяттың жалғасында және кімдер? Лағуи деп келеді Құранда. Лағу деп келеді. Ол жаңағы өзіне тиесілі болмаған, тиісті болмаған бос сөз, бос күлкі, міне осыдан өзін аулақ ұстағандар міне құтылды деп келеді. Қараңыз. Сондықтан мұсылман адам әрқашан қорқыныш пен үрейдің ортасында дейді. Яғни адам тәубе күнә жасап қойған болса, артынан міндетті түрде Алладан кешірім сұрау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі күніне 70, кейбір риуаят хадистерде 100 мәрте истиғфар еткен. Ал енді біз мынандай жаңағы аласапыран дүниеде біз қаншама күнә жасауымыз мүмкін, әбден мүмкін. Бірақ Алланың мейірімінен, Алланың кешірімінен ешқашан мұсылман адам үміт үзуге болмайды. Алла Тағала қаласа күллі күнәні кешіреді. Бір құдси хадисте келеді, Алла Тағала былай дейді: егер менің құлдарым менің алдыма таудай теңіздей күнәмен келетін болса, бірақ истиғфар,
тәубе ететін болса, ол құлымның жасаған теңіздей күнәсін, таудай күнәсінің барлығын кешіремін дейді. Тек қана нені? Маған ортақ қосқан, маған серік қосқанды кешірмеймін дейді. Сондықтан мұсылман адам Алла Тағалаға ортақ қосудан сақтанатын болса, қалған күнәсіне тәубе ететін болса, Алла тәубені қабыл етуші. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, сондықтан Алла Тағала өзінің тәубе еткен құлын және таза болған құлын жақсы көреді. Қатесіз, кемшіліксіз адамзат баласы болмайды. Нағыз адам ол, нағыз мұсылман күнә жасамаған емес, сол күнәсіне өкініп тәубе еткен адам нағыз мұсылман, нағыз мүмин адам осы дейді. Сондықтан бірақ мен ертең бүгін күнә жасайын, бірақ ертең тәубе ете саламын ғой деген нәрсеге мұсылман адам алданып қалмау керек. Өйткені сол күнәні жақсы қылып көрсетіп отырған оған ібліс, яғни шайтан. Шайтанның арбауына бір мүмин, бір мұсылман түсіп қалудан сақтану керек. Сондықтан Алла Тағала осы өзінің сүйген құлдарынан қатарынан қылсын, тәубесі қабыл болған құлдарының қатарынан қылсын. Ғалымдардың сөзі бар, тәубе үш нәрсемен болады. Жасаған күнәсіне шынайы өкіну, жаңағы екінші сол күнәсіне қайтып бармау. Және де егер біреудің ақысына кіріп қойған болса, сол адамнан не? Кешірім сұрау. Мұсылман адам әрқашан мейірімді, кешірімді болу керек. Не үшін? Өйткені Алла Тағала сіз бен бізді өзінің мейірім, рахыммен әлемді жаратты, сіз бен бізді жаратты. Сондықтан біз осы дүниеге келгеннен кейін әрқашан бір-біріміздің ақымызға кіріп кетуден сақтануымыз керек. Және иншалла шамамыз жеткенше көп истиғфар, тәубе жасауымыз керек. Не үшін? Шынайы тәубе, бауырлар, шынайы тәубе, шынайы ықылас міндетті түрде қабыл болады иншалла. Алла Тағала баршамыздың ниетімізді, дұғамызды қабыл етсін. Мынау қасиетті Рамазан айында жасаған нәпіл дұғаларымызды, құлшылықтарымызды, тұтқан оразаларымызды, жасап жатқан тәубемізді, истиғфарымызды Алла қабыл етсін. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.